Сәлеметсіздер бе, құрметті тыңдаушылар. Бүгінгі біздің сабағымыз метрология, стандарттау және сапаны басқару пәні бойынша стандарттаудың заңнамалық және нормативтік негіздер тақырыбы бойынша. Қоғамның дамуына сәйкес адамдардың атқаратын жұмыс түрлері де өзгеріп отырады. Бұл ретте әртүрлі заттардың, жұмысқа қажетті құрал-жабдықтардың және жұмысты атқарудағы жаңа тәсілдердің пайда болуына көрініс тауып отырған. Осыған сәйкес, сонымен бірге адамдар өз жұмыс нәтижелерінің ішінен қолдануға лайықты жақтарын таңдап алып отырған. 1999 жылы Қазақстан Республикасының стандарттау туралы және сертификаттау туралы заңдары қабылданды. Заңдар стандарттау саласында нормативтік құжаттарды әзірлеп шығару негізінде тұтынушылардың мүддесін мемлекет тарапынан қорғауға бағытталған шараларды айқындап берді. Қазақстан Республикасында стандарттау жүйесінің дамуының негізгі бағыттары мыналар: келісімге сәйкес мемлекет аралық стандарттау жұмыстарын дамыту, Қазақстанның стандарттарды халықаралық стандарттармен үйлестіру жұмыстарын жеделдету, міндетті түрде сертификатталуға тиісті өнімдердің, көрсетілген қызметтердің мемлекеттік стандарттарын дайындауды жеделдету, ISO 9000 сериялы халықаралық стандарттарын қолдана отырып елімізге сапа жүйелерін кеңінен дайындап енгізу, Қазақстан Республикасының техникалық реттеу туралы заңын қабылданғаннан кейін, бұл заң 2004 жылы 9 қарашада қабылданған. Мемлекеттік стандарттау жұмысын реформалау басталды. Бұл жұмыстың 3 кезеңін атап өтуге болады. Бірінші кезең, алғашқы кезең деп аталады. Бұл 2005 жылды қамтиды. Мұнда мемлекеттік стандарттау жүйесінің Қазақстан егемендік алғаннан бастап аталған заң қабылдануға дейінгі жағдайы қарастырылады. Екінші кезең өтпелі кезең деп аталады. Бұл 2005 пен 2012 жылғы аралықтардағы жұмыс жүйелері. Мұнда жүйе жұмысының құқықтық статусын мемлекеттіктен еріктікке өзгерту үшін мемлекеттік стандарттау жүйесін ұлттық стандарттау жүйесі етіп қайта құруға негізделген. Үшінші кезең қорытынды кезеңі, яғни стандарттаудың ұлттық жүйесін қалыптастыруды аяқтау деген сөз. Бұл жүйені мемлекеттік емес ұйымдар басқаруға тиісті және жүйе ерікті қолданылатын ұлттық стандарттарға негізделеді. Яғни заңның ережелерін мемлекеттік басқару органдары меншігіне қарамайтын шаруашылық әрекеттер субъектілері және қоғамдық ұйымдар орындауға міндетті. Техникалық реттеудің негізгі мақсаттарын қарастыратын болсақ, олар мыналар: өнімнің, көрсетілген қызметтің, процестердің, адам өмірі мен денсаулығы және қоршаған орта, соның ішінде жануарлар мен өсімдіктер дүниесі үшін қауіпсіздік қамтамасыз ету керек. Ұлттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету ол өз алдына өнімнің, көрсетілген қызметтің қауіпсіздігіне қатысты тұтынушылардың жаңылыстыратын іс-әрекеттердің алдын алу керек. Саудадағы техникалық кедергілерді жою керек. Өнімнің бәсекеге қабілеттілігін арттыру қажет. Осы заңды қабылдауға қандай ішкі және сыртқы себептер ұйытқы болғанын білу маңызды. Бұл мұндай себептердің бастыларын іріктеп қарастыратын болсақ, ол 2 жағдайдан тұрады. Бірінші жағдай, мұнда елдің техникалық заңдылықтарын дамыған шет елдердің заңдылықтарына мүмкіндігінше жақындап үйлестіру. Тек қана осындай үйлестіру арқылы
еліміздегі бизнес қазіргі замандағы экономикалық кеңістікке кіре алады және барлық болып жатқан өзгерістерге дер кезінде құлақ асып, бәсекелестікке дайын болуға тырысады. Екінші жағдай ол кәсіп иелерінің талпынысы мен азаматтық бизнесіне мемлекеттік тарапынан қойылатын артық әкімшілік кедергілерді болдырмау. Яғни әкімшілік тараптары өздерінің іс-әрекеттерін бағынышты түрде кәсіп иелеріне қарамау керек, кәсіп иелері өздерінің негізгі бағыттары бойынша жұмыс істеу қажет. Стандарттарда келтірілген санитарлық ережелер мен нормалар, құрылыс нормалары мен ережелері және тағы басқа өте көлемді және нашар зерттелген міндетті талаптар кәсіп иелерінің жұмысын шектейді. Негізі осыған сүйене отырып, стандарттаудың негізгі түсінігі қалай деп анықтайтын болсақ, оны былай анықтауға болады. Стандарттау дегеніміз нақты қойылып отырған және ықтимал міндеттерге қатысты көпшілікке ортақ, көп мәрте және ерікті пайдалану үшін ережелер белгілеу арқылы өнімге, көрсетілетін қызметке және процестерге қойылатын талаптарды ретке келтірудің оңтайлы деңгейіне қол жеткізуге бағытталған қызмет болып саналады. Енді стандарттаудың алдында өзінің мақсаты тұрады. Негізгі стандарттаудың негізгі мақсаты қызмет бағытын жетілдіру, шарттарын белгілеу, нормалау, ережелеу, сипаттау және орындауды міндеттеу. Сонымен қатар ол мынандай мәселелерді қарастырады. Өнімнің техникалық және ақпараттық сыйымдылығын және өзара алмасымдылығын қамтамасыз ету, өнімнің процестердің қызмет көрсетудің сапасын ғылыми техникалық даму деңгейімен сәйкестендіру және сапа мәселелерінде тұтынушылардың мүдделерін қорғау. Өлшемдер бірлігін қамтамасыз ету. Өлшемдер бірлігі дегенімізде, мұнда біздің қай сала болмасын, барлық салаларда өздерінің тағайындалған бірліктері болады, және сол бойынша жұмыс істелінеді. Соны қамтамасыз ету қажет. Ресурстардың барлық түрін сақтау және ұтымды пайдалану. Біздің қай салада болмаса қорымыз, ресурстар бар. Сол ресурстарды негізінде жоғалтып алмай, сақтай отырып, және оны ұтымды экономикалық тұрғыда пайдалану қажет. Елдің қорғаныс қабілеті мен жұмылдырушылық әзірлігін қамтамасыз ету керек. Стандарттар саласындағы негізгі алынатын нәтижелер, олар өнімнің, көрсетілген қызметтің және процестің функционалдық міндетіне сәйкес деңгейін жоғарылату, халықаралық тауар айналымында болатын техникалық кедергілерді жою, ғылыми техникалық дамуға көмектесу және сала аралық ынтымақтастықты нығайту. Осыған сәйкес айтылған мәселелерге сәйкес стандарттың басты принциптері болады. Негізгі принциптері мыналар. Стандарттаудың ерікті және біркелкі қолдануына жағдай жасау, ұлттық стандарттарды жасағанда халықаралық стандартты негіз ретінде қолдану, кедергі жасауға тыйым салу, әр жақтың мүддесін теңестіру, жүйелік принципін қамтамасыз ету, динамикалық принципті қамтамасыз ету, стандарттаудың тиімділігін қамтамасыз ету, үйлестіру принципі деген бар. Стандарттардың негізгі жағдайларын бір тұжырымға келтіру, жинақылық және оңтайлы шектеу принцип деген принципті қолдана отырып, талаптарды тексерудің әділеттігін орнату. Стандартта осы принципке байланысты, аталған принциптерге байланысты негізгі функцияларды қамтиды. Олардың негізгі функциялары мысалы реттеу функциясы. Мұнда объектілердің жөнсіз көп түрлерін ықшамдап шектеу керек.
яғни ұсақ түйек жаңағы түрлердің оған мұна аса көңіл аудармай соның бәрін іріктеп бір жүйеге келтіру керек деген сөз. Қорғау функциясы немесе әлеуметтік функциясы деп аталады. Өнімді шығарушылардың, тұтынушылардың азаматтық қауіпсіздігін қамтамасыз етуге бағытталған. Ресурстарды үнемдеу функциясы бұнда материалдарды, энергетиканы, еңбек және табиғи ресурстарды үнемді пайдалануға бағытталған. Арақатынасқа байланысты функция саудадағы кедергілерді жою және ғылыми техникалық, экономикалық байланыстарды нығайту үшін қажет. Цивилизациялық функциясы, яғни қоғамдағы даму. Бұл функция адам өміріне қатысты көрсеткіштерді өнім мен қызмет сапаларын белгілеу негізінде жақсартуға бағытталған. Ақпараттық функция, бұл функция қазіргі заманымызда кеңінен тараған. Ақпараттық мәселелер өте көп, соларды жинақтастырып алу керек. Солар үшін салалардың нормативтік құжаттары мен эталондардың үлгілері мен өнім каталогтарын қамтамасыз ету қажет. Норманы бекіту және құқықты қолдану функциясы, дәлелдік функциясы, дәлелдеу. Тыңдағандарыңызға көп рахмет. Дәрісті оқыған экономика және бизнес кафедрасының доценті Ақынғазиев Жәмеш.